Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін кешкі асқа кез келген гарнирмен үйлесе беретін тауық фаршынан тефтели дайындаймыз. Тефтелиміз нәзік, дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал енді бастайық. Ең алдымен пиязды майдалап турап аламыз. Тефтелиде пиязы білінбей нәзік болу үшін мен пиязды блендерде майдалап алдым. Блендер болмаса теркадан өткізсеңіздер де болады, немесе пышақпен майдалап турап шығыңыздар. Майдаланған пиязымызды фаршқа қосамыз. Мен тауық еті және индейка етінен аралас фаршты пайдаландым. Сондай-ақ 1-2 сарымсақты езіп қосамыз. Дәміне қарай қарабұрыш және тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Фаршқа алдын ала дайындалған күріш қосамыз. Күрішіміз қатты езіліп кеткен болуы керек. Күріштің пісуіне кішкене қалған кезде өшіріп, мұздай суға шайып алыңыздар. Сонда күріштің кілегейі кетеді. Ары қарай бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Ары қарай қолмен домалатып фрикаделькенің формасын келтіреміз. Фаршымыз кішкене сұйықтау болады. Егер де қолға жабысып формасын келтіру қиындау болып жатса, қолыңызды салқын суға сулап алыңыздар. Сонда фарш қолыңызға жабыспай жұмыс жасау оңай болады. Фрикаделькаларымызды ұнға ұнатып аламыз. Табаға май құйып, кішкене қыздырып аламыз. Қызған майға фрикаделькаларымызды салып, 3-4 минут уақытта орташа отта қуырып аламыз. Фрикаделькалардың асты қызарып қуырылған соң, екінші бетіне аударамыз. Табаның қақпағын жауып, екінші бетінде 3-4 минут уақытта қуырамыз. Фрикаделькаларымызды қуырып алған соң, тұздыққа кірісеміз. Қызған майда сары майымызды ертіп аламыз. Сары май болмаса, кәдімгі күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Қызған майға 2-3 қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды тұздығымыз сұйық болмау үшін, кішкене қоюлау әдемі болу үшін қосамыз. Ендігі кезекте су қосып, жақсылап араластырамыз. Тауықтың бульоны болса, судың орнына соны қоссаңыздар да болады. Ондай жағдайда тұздығымыз тіптен керемет дәмді болып шығады. Тұздықтың дәміне қарай тұз және паприка қосып, жақсылап араластырыңыздар. 2-3 қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Тұздығымыз қайнаған соң, фрикаделькаларды салып шығамыз. Табаның қақпағын жауып, баяу отта 6-7 минут уақытта бұқтырамыз. Тауық фаршына фрикаделькеміз дайын болды. Қалаған гарниріңізбен ұсынсаңыздар болады. Видеомыз сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.